Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда мындай кішкентай ханшайымдарға арнап кардиган тоқып үйренеміз. Ал бұл сабағымызда регланның қалай тоқылу керегін көрсететін боламын. Және де мынандай бантикті тоқып үйренеміз. Ал сабағымызды бастамас бұрын лайк қойып, подписка жасап кетіңіздер. Күздік кардиган болған соң мен 2 жіптен тоқимын. 2 жіпті біріктіріп, жіптің атын, түсін бәрін мен описанияға қалдырып кететін боламын. Кардиганды 1-1,5 жасар аралықта қызға арнап тоқимыз. Размерлері мінекей ширинасы 26 см болды. Ұзындығы 37 см. Жеңі 30 см болды. Бізге қажетті размерге 60 жіп теріп аламыз. Сол 60 жіптен қазір регланға бөліп аламыз. Ол үшін сол 60 жіпті алдына 11 жіптен қалдырамыз. Жеңіне 9 жіптен және арқасына 16 жіптен. Ал мына 1 жіптен регланға қалдырамыз. Тоқымамызды жоғар жағынан бастаймыз, регланнан бастаймыз. Сондықтан номері 5-ші спицеге 60 жіп теріп аламыз. Осы 60 жібімізді 6 қатар оң қылып тоқып шығамыз. 2 жағы да оң болу керек. Алты қатарымыз тоқып алдық. Енді түйме салатын орын және де регланды қосып бастаймыз. Ол үшін 3 жіп оң қылып тоқимыз. Бір накид жасаймыз. Бұл түйменің орны болады. 2 жіпті біріктіріп қысқартамыз. Сонда 5 жібіміз біздің түйме салатын орын болып тұрады. Енді мына алдын тоқимыз. Алдын толығымен түйме салатын орынмен қосқанда 11 жіп болу керек. 11 жіп тоқып алдық. Енді былай астынан іліп аламыз да тоқып, оң қылып тоқимыз да мына жібімізге осы регланның және 1 жібімізді белгілеп қоямыз маркермен. Оң қылып тоқимыз. Енді мына жерден де 1 жіпті көтеріп, регланға жіп қосып аламыз. Мінекей. Енді 9 жібімізді тоқимыз. Бұл жеңі болады. 9 жібіміз. 9 жіп тоқып аламыз да 1 жіп көтеріп қосамыз. Қосып алдық. Мынау регланымыз. Осы регланымызды белгілеп қоямыз. Тағы 1 жіп қосып алдық. Бұлай маркер іліп қоямыз, өйткені шатасып кетпес үшін жан жағынан жіп қосып отырамыз. Енді арқасын тоқимыз. Арқасына 16 жіп тоқимыз. 1 жіп көтеріп алдық. Регланымызды тоқимыз. Регланы тоқимыз, көтереміз 1 жіп. Енді 9 жіп тоқимыз. Тоғыз жібіміз тоқыдық. 1 жіп көтеріп қосып аламыз. Регланымыз тоқимыз. Маркерлеп қоямыз. Шатас кетпес үшін. Мінекей
қолын жеңін шығарып алдық. Енді 11 жіп алдын тоқимыз. Бірінші жіп, мына жіпті көтеріп аламыз. Енді 11 жіпті оң қылып тоқимыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. Тек түйменің орнын ғана оң қылып тоқимыз. 5 жіп. 5 жібіміз оң болу керек. Қалғанын бәрін теріс қылып тоқимыз. Оң жағынан ғана регланның екі шетінен жіп қосып отырамыз. Теріс жақтан қоспаймыз, оң жағынан қосып отырамыз. Міне түйменің салатын 5 жібін оң қылып тоқимыз. Жаңағы накидімізді да оң қылып тоқимыз. Бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. Енді барлығын оң қылып тоқимыз. Тек регланның белгілеп қойған маркермен белгілеген жерімізді ғана екі жағынан, жан жағынан жіп қосып отырамыз алдындағы көрсеткендей. Солай тоқымамызды жалғастыра береміз. Кеудесінде 25 жіпке толғанша жеңі 37 жіп болу керек. Арқасы 44 жіпке толғанша солай қосып отырамыз жіпті. Оң жағынан оң, теріс жағынан теріс тоқимыз. Тек түйме салатынды 14-ші қатар сайын түйме салуды ұмытып кетпейміз. Солай тоқымамызды жалғастыра береміз. Неге қажетті ұзындыққа дейін тоқып алдық. Регланымызды қосқанда алды 25 жіп болды. Жеңі 37 жіп болды. Қазір мына жеңін бөлек бөліп аламыз кеудесінен. Түйме салатын орынды да тоқыдық. Енді мына 25 жібіміздің барлығын оң қылып тоқимыз.
мына регланың бір жібін жеңіне жібереміз, оны тоқымаймыз. Сонда кеудесінің жібі толығымен 25 жіп болады. Ал мына жеңін қазір бөліп аламыз. Сонда 39 жіп болады. Регланың екі жібін қоспағанда. Мынандай түйрегішке іліп аламыз. Бұндай түйрегіш жоқ болса, жай инеге жіпті сабақтап, осыны өткізіп алсақ болады. Бізге ең бастысы мына жеңін бөлік шығарып алу керек. Жеңін бөлек шығарып алдық. Енді кеудесі мен арқасын біріктіріп тоқимыз. Солай екінші жеңді де шығарып аламыз. Сонымен кеудесін, арқасын біріктіріп, денесін толық өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Кардиганымыздың арқасы мен кеудесін біріктіріп тоқып алдық. Жеңін бөлек шығарып алдық. Енді осының ұзындығын тоқимыз. Өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Және де мына түйме салатын орынды қалдыруға ұмытып кетпейік. Міне мен өзіме қажетті ұзындық тоқып алдым. Енді мына кардиганның етегін екі жағында оң қылып тоқимыз. Өйткені мына қайырылып қалмас үшін, қайырылып ішке қарай кіріп тұрмас үшін оң қылып, алты қатар оң қылып тоқып шығамыз. Денесін тоқып болдық. Енді қысқартамыз. Қысқартып, тоқымамыздың етегін жабамыз осы. Жеңін түйрегіштен босатып, спицияға іліп аламыз.
Енді жеңін тоқимыз. Жеңін оң жағын оң, теріс жағын теріс қылып, қысқартпай тоқимыз өзімізге қажетті ұзындыққа дейін. Жеңін қажетті ұзындыққа дейін тоқып алдым. Енді қысқартамыз. Ол үшін 3 жіп тоқимыз. 4-ші, 5-ші жіпті біріктіріп тоқимыз. Солай 3 жіп тоқимыз, қысқартамыз. 3 жіп тоқып, қысқартамыз. Қысқартып болған соң келесі қатарымызды оң қылып, 6 қатар оң қылып тоқимыз манжетін. 6 қатар тоқып алдым. Енді осын тоқымамызды жабамыз. Жеңін манжетін тоқып алдым. Енді мынаны былай тігеміз. Және де 2-ші жеңінде тура солай тоқимыз. Кардиганды толығымен тоқып алдық. Келесі кезекте мына алдына бантик саламыз. Ол бантикті тоқу үшін мына ең шеткі жіптерімізге қазір іліп аламыз жіпті. Ол үшін мына түймеміз босатамыз. Ыңғайлы болу үшін крючокпен ілген дұрыс. Мінекей, тура видеода көрсеткендей тура шеткі жібіне үстіп жіпті өткізіп аламыз. Өткізген жібімізді ыңғайлы болу үшін спицияға аударып аламыз. Осылай толығымен жіптің бәрін іліп аламыз. Мойнында келесі мына жағында түйменің 2-ші шетінде осылай өткіземіз.
Специяңызға жіптің бәрін іліп алдық. Келесі кезекте теріс жағын тоқимыз. Теріс жағын теріс қылып тоқимыз да. Тек оң жағынан қазір жіп қосамыз. Теріс жағын бәрін теріс қылып тоқимыз. Специямыздың келесі ұшына дейін. Оң жағынан 5 жіп тоқимыз. 5 жіптен кейін бір жіп қосып отырамыз. Қосып отырғанда ол алдыңғы жіптерден біреуін көтереміз. Мына видеодағыдай тура солай жасаймыз. 5 жіп тоқимыз, бір жіп қосамыз. 5 жіп тоқып, бір жіп қосып отырамыз. Кеудесі мен жағасының қиылысқан жерінен 2 жіп сайын қосамыз. Өйткені мына жағасы емін-еркін түсіп жату керек, тартылып қалмайтындай. Сондықтан 2 жіп сайын бір 2-3 рет қосып жіберсе болады. Осы қосып алғаннан кейін енді келесі қатарларда қоспаймыз. Солай бір 4 сантиметрдей тоқимыз да, соңында 2 сантиметр, бір 5-6 қатардай оң ғып тоқимыз екі жағынан. Өйткені қайырылып қалмайтындай, солай екі жағынан да оң ғып тоқимыз. Енді тоқымамызды жабамыз. Мен крючокпен жабамын, спициямен де жапса болады. Өзімізге ыңғайлы қылып тоқымамызды өстіп аяқтаймыз. Неке кардиганымыз дайын болды. Ал егер де мен мастер-класстарым ұнап жатса, лайк қойып, подписка жасаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Келесі мастер-класстарда кездескенше.